өнер мен ғылымды қатар алып жүріп, болашақ ұрпаққа үгіт ретінде көрсете білген Қазақстан Республикасының белгілі қылқалам шебері, Қазақстан Республикасының Суретшілер одағының мүшесі, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан Республикасының көркем академиясының толық корреспондент мүшесі, Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтың иегері, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Тоққожа Мұқажанұлы Қожақұловтың 60 жылдық мерейтойына байланысты көркем білім берудегі арт-аренаның коллаборациясы мен инновациясы атты халықаралық онлайн-офлайн конференциясына қош келдіңіздер дегім келіп отыр. Қош келдіңіздер. Конференцияның жұмысына біз сапалы өтуіне, әртүрлі жаңағы пікірталастардың болуына өзіміздің мүдделі екендігімізді айтқымыз келеді. Нұрлан Нұрқасымұлы Оразалинге сөз кезегіне. Армысыздар, сіздердің жоғарғы оқу орны бұл Қазақстандағы 20 ғасырда шын өзі кәсіби жолдан алған кезде алғаш ашылған қара шаңырақ оқу орны. Қазыбек Иса мырзаға береміз. Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлімхан Елбеков баяндама жасап, қазақтың территориясын анықтап берді. Содан қазақ автономиясы болды. Соның 100 жылдығын ешқандай ел тойламаса да, біз Ақжол партиясы тойлап, соған медаль шығарғанбыз. Қайыртайым Жәргүл ойшы Әмірғазин. Құрметті қандас бауырлар, жерлестерім, мен орыстың тіліне баяндама жасайды деп айтып бірақ мен қаным қазақ, тілім қазақ болғаннан кейін Россияның жерінде отырып, торының төрінде отырып, қазақтың абайдың тілімен айтуымыз керек, абайдың сөзімен. Серікбай Бөлікбаевич Нұрғасаев. Өйткені қылқалам иесі бұл нақты өмірдегі, нақты болған дүниені нақты қылқаламмен жеткізетін дүние. Кеңесбаев Серік Мұхтарұлына беріледі. Мынау хан тәңірдің поэзия жағынан хан тәңірі, поэзияның хан тәңірісін Мұқағали атамыз ғой, Мұқағали атамыз. Ал мына осы өнер, живопись, сурет салу жағынан Мұқағалиы мен Тоққожа деп ойлаймын. Ломов Станислав Петрович. Определяет и оберегает все ценности духовной культуры, этической культуры, педагогической культуры. Игнатьев Сергей Евгеньевич Воронцова. Работать на благо художественного образования, эстетического воспитания. Это наша основная цель. Но мне бы хотелось в зале этого старейшего университета сказать о том, какой это человек с большим золотым сердцем. Не разовые акции, а на постоянной основе. Тоққожа Мұқажанович делится своим творчеством с детьми, которые воспитываются на попечении государства, с детьми, от которых отказались родители, или дети, которые оказались в жизненной трудной ситуации. Так вот, волонтеры акселератора добра, и как они себя еще называют, сегодня они здесь присутствуют в зале, Избелек Ельшиса, они в большом восторге и выражают очень большую благодарность в том, что Тоққожа Мұқажанович систематически проводит очень большие мастер-классы и делится своим добром вот с такой категорией детей. Это очень большая работа, которая не всегда видна обществу. Я думаю, что именно вот такая работа, такая деятельность Тоққожа Мұқажановича, она должна найти новое эхо, такое направление вашей деятельности. Многие люди должны об этом узнать. Тұрғанбаева Шахизада Сайынбековна ханымға сөз кезегін береміз. Это удивительные работы, когда лидеры, исторические лидеры рассказывают о
о удивительных контактах с этим тотемным животным, и которые он изображает на своих полотнах. И что происходит в творчестве? На полотна произошло слияние приемов живописи, звучания цвета и восточного мировосприятия, организуя ядро духовно-образующего творческого метода художника, в котором обрели реальность, мирование и мифы наших далеких предков. Тем самым отодвинулась информация, приписывавшая первобытному мышлению, о чем свидетельствует современный тип мышления видеть сквозь время. Бүгін біздің бұл халықаралық ғылыми конференцияның негізгі мақсаты бүгінгі күнде Қазақстанда бейнелеу өнерінің мектепте қысқартып қалуы, еңбек пәнінің жойылуы, сызудың жүрмей жатқандығы, осы мәселені біз осы халықаралық деңгейде көтерсек деген мақсат болған.